көріңіздер, хабардар болыңыздар, жылдам ақпарат. Сәлеметсіз бе, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы хабардан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Елімізде тағы бір тіл ресми мәртебеге ие болмақ. Қазақстанда ымдау тілі ресми мәртебе алмақ. Елімізде есту және сөйлеу қабілеті шектеулі азаматтардың коммуникациялық құқықтарын кеңейту мақсатында қазақ ымдау тілі мен дактиль әліппесі ресми түрде танылмақ. Бұл бастама ерекше қажеттілігі бар жандардың қоғам өміріне белсенді араласуына жол ашпақ. Ымдау тілі қолың, саусақтардың және имай-ишараның көмегімен ойды, сөзді немесе әріптерді жеткізудің жүйелі тәсілі. Ал дактиль әліпбиі әр әріпті жеке саусақ қимылдары арқылы көрсету әдісі. Жобаның негізгі бағыттары: қазақ ымдау тіліне арналған жаңа дактиль әліпбиі әзірленеді. Ым тілінің түсіндірме сөздігі жасалады. Аудармашы мамандарды дайындайтын білім беру бағдарламалары енгізіледі. Мектептер мен әлеуметтік мекемелерге арналған арнайы оқулықтар мен әдістемелік құралдар шығарылады. Қызмет көрсету орындары мен мемлекеттік органдарда ымдау тілі мамандарының қатысуымен қолжетімділік артылады. Бұл шешім не үшін маңызды? Қазақстанда мыңдаған адам есту және сөйлеу қабілетінен айырылған. Олардың қоғамнан тең дәрежеде қарым-қатынас жасап, білім алып жұмыс істеу үшін ымдау тілі мен дактиль әліпбиінің ресми танылуы үлкен қадам. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басу, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.